40 сан қырым, 30 сан үрім, 10 сан оймауыт, 9 сан торғауыт, 10 сан ноғай бөлінгенде, Орманбет би өліп, Ноғайлейлі бір үріккен алатайдан жау келіп қалған екен деп үрейленіп, бүлініпті. Сол заманда Қобан, Қоғам және Майқы есімді ағайынды 3 кісі болады. Майқы 9 ханды қолдан таққа отырғызған кісі екен. Бұхара шаһарына Қырымнан келген 40 ханның бірі Қызыл Арыстанның үлкен әйелінен бала болмай, хан аяқ салған бір тұтқын қыздан ұл туады. Ұлдың денесі сауысқандай ала болады. Бәйбішесі қызған шақтықпен ханға: "Мұны балам деп ойлама, көзін құрт, өйтпесең түбінде бұл ер жеткен соң еліңді алатайдай бүлдіреді" дейді. Қызыл Арыстан бәйбішесінің сөзіне еріп, әскерінен 40 жігіт бөліп, олардың басшысына: "Мына баланы тапқан шешесімен Сырдариядан әрі өткізіп тастаңдар. Өлсе өлер, өлмесе өз бетімен күн көрер. Зихар шешесі де, бала да бұл елге қайтып келмейтін болсын, өздеріңе бостандық" дейді. 40 жігіт Сырдариядан өтіп, бала есейгенше Қаратау мен Алатау өңірінде аң аулап күнелтеді де, бала 12 жасқа жеткенде бір жерге әкеп тастап кетеді. Балаға аң аулап жүрген Майқы бидің баласы Үйсін кезі болады. Үйсін далада көргенін үйге әкесін айтып келеді. "Бір ағаштың түбінде отырған бала көрдім. Ай десе аузы, күн десе көзі бар. Көрген кісі қызығып, бір қасық сумен жұтып жібергендей. Жалғыз ақ айыбы, тілі жоқ екен" дейді. Майқы аяғы ақсақ, өмір бойы аяқ арбамен жүретін және арбасын адамға жетектетіп жүретін кісі екен. "Балаға мені апарыңдар, мен тілдесіп көрейін" дейді. Үйсінге ілеспеген, тіпті сөйлеспеген бала Майқыны көргеннен ақ орнынан ұшып тұрып: "Ассалаумағалейкум, хан біткеннің қазығы, бұқара жұрттың азығы" деп оған сәлем береді. "Уағалейкум ассалам балам, әменде аман бол, өзің болайын деп тұрған бала екенсің. Қолына алып тәрбиелеушінің жоқтығынан кем болып жүрген екенсің. Кел арбаға мін" деп баланы Майқы қасына отырғызып үйіне алып келеді. Ортан жілік ұстатып өкіл бала қылады, жорға бие сойып, жоғарғы елді шақырып ұлан асыр той жасайды. Бала ер жеткен соң: "Ердің ері, егеудің сынығың" деп қасына өз баласы Үйсін бастаған 100 жігіт қосып беріп жолға аттандырады. Қаратаудан асып әрі қарай жүре беріңдер. Алдарыңнан Ұлытау, Кішітау деген таулар, Қаракеңгір, Сарыкеңгір деген өзендер кездеседі. Сол жерлерге барып аң аулап, ірге теуіп орнығыңдар. Ақ найзаның ұшымен, ақ білектің күшімен ел жұрт болуды ойлаңдар. Күндердің күнінде осы бала хан болады, сендер қараша боласыңдар. Хан ақылды, әділ болса, қарашасы ынтымақты, батыл болса, қара жерден су ағызып кеме жүргізеді" деп Майқы батасын береді. 100 жігіт Қаратаудан асып, Шу, Сарысу өзендерінен өтіп, Майқының айтқан жеріне жетеді. Ұйқы бұзып жылқалады, кеме бұзып қыз алады. Сөйтіп ел жұрт бола бастайды. Бұл хабар Қызыл Арыстан ханға да жетеді. "Менің баламды қасына жігіт желең ертіп, желіктіріп жіберген қалай? Менен қалағанын алып, баламды өзіме қайтарып берсін" деп хан Майқы биге кісі салады. "Сендер барып шақырып келіңдер" деп Майқы бірінші 100 жігіттің артынан Қобан ұлы Болат Қожа бастаған екінші 100 жігіт жібереді. Бірақ бұлар да қайтпай сонда қалып қояды. Қызыл Арыстан баламды қайтарсын деп мазалай берген соң, Майқы Қоғам ұлы Алшынды басшы етіп үшінші 100 жігіт жібереді. Жігіттерге басшы, ақылшы болсын деп қастарына 11 қария қосып береді. Бірақ бұлар да қайтпайды. Сөйтіп Майқы би үйінде жатып ақ үлкен іс бітіреді. Қазақ хандығының негізін салады. 300 жігіт алыстан мал алып, қалыңсыз қатын алып, өсіп өніп, көбейген соң, ел жұрт болғанымыз танытамыз деп, баяғы Қызыл Арыстанның баласын Алашаға отырғызып, Ұлытаудың басында хан көтереді. Атын Алаша хан қояды деген бір аңыз бар екен.